Барлықтарыңа сәлем, есімім Жансая, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті болам, және де осы 2022 жылы Work and Travel бағдарламасымен Америкаға барып келген болатынмын. Мен атым Өмірбек Қуантай, Қазақ ұлттық университетінің 3-ші курс студентімін. 2022 жылдың жазында Америка құрама штаттарында Work and Travel программасы арқылы болып келдім. Негізі сізге, чтобы Америкаға бару үшін бәрібірде ағылшын деңгейі өте керек. Не үшін? Себебі біріншіден сіз визаға кіретін кезде консулмен сіз бәрібір ағылшын тілінде сөйлесесіз. Екіншіден, чтобы Америкаға барғаннан кейін ешқандай жоғалып кетпес үшін, чтобы өзіңіздің уақытыңызды тиімді пайдалану үшін, сіз ағылшын деңгейін хотя бы базовый мектеп деңгейінде білуіңіз керек. И в-третьих, чтобы сіз барғаннан кейін сіздің зарплатаңыз, айлығыңыз жоғары болу үшін, жақсы ақша табып келу үшін бәрібірде ағылшын деңгейі өте керек болады. Бұл бағдарлама студенттерге арналған, бакалавриат, магистратура студенттеріне арналған бағдарлама болып табылады. Ең біріншісі, сіздің агентство таңдайсыз. Агентстводағы таңдаған кезде сізге бүкіл документация жағына көмектеседі. Визаға тапсыру, сұрақтар жағына көмектесіп. Ал визаға кіру, сол визаға кірген кезде сразу сізге одобрить етсе, сол кезде жауабын айтатын болады. Виза алуда бұл жерде ең бастысы сіздің өзіңіздің жеке дайындығыңыз болады. Яғни агентстволар көбінесе сізге именно визаға дайындамайды. Яғни сұрақтарға примерно алдын ала сұрақтарды беріледі сіздерге, и соларға қарап сіз өзіңіздің кейсіңізді өзіңіз дайындайсыздар. Яғни мысалы осы сұраққа былай жауап беремін деген сияқты. Ең бастысы ол жерде сіздерге уверенность керек болады. Өздеріңізге сенімді болып тұруларыңыз керек. И екіншіден өз кейстарыңызға өздеріңіз дайын болып, ең соңында сіз өз еліңізге қайтып оралатыныңызды консулға дәлелдей алуыңыз керек. Мысалы, менде осындай жағдай болды. Яғни менің университеттегі мамандығым ағылшын және қытай тілі. Мен осында тұрған кезде сұрағына бірінші тілім ағылшын тілі, екіншісі қытай деп жауап бергенімде, ол кісі маған сразу қытайша сөйлеп кетті, яғни чисто на китайском сөйлеп кетті. И мен оған былайша айтқанда психологически дайын болған жоқпын. Бірақ өзімді сол кезде сразу қолға алдым да, и ол кісіге бір-екі предложение қытайша жауап бердім. И тұрдым да, потом сразу ағылшыншаға көшіп, прям күліп, сыпайы түрде кешірім сұрадым, айттым, то, что менің қытай тілім ағылшын деңгейіне қарағанда жоғары емес. Поэтому маған ағылшын деңгейінде, ағылшында тілінде сөйлеген ыңғайлы дедім да, и тоже ол кісі прям позитивпен қарсы алды, и дальше уже тағы да ағылшын тілінде алып кеттім. Мен Америка құрама штаттарында, Нью-Джерси штатында, Вайлвуд қаласында болдым. Мен екі жерде жұмыс істедім. Біріншісі ол хаускипинг болып, отельде істедім. Екінші жұмысым пиццерияда істедім. Пиццерияда басер болдым, официант болдым. Шығын жағынан негізі агентствоның өзіне, әр агентствоның әртүрлі бағалары болады. И мен барған кезде примерно $4000 кетті, ол примерно 2 миллион теңгедей болады. Ал потом бастапқы расходтарға, чтобы самолетке барғаннан кейін Нью-Йорктан басқа штатқа, өзіңіздің штатыңызға бару үшін, және бастапқы расходтарға менде $1000 кетті. В среднем сол $5500. Апталық бізде мысалы сағатына менде $15 және плюс чаевые типсі төледі. Сағатына күніне 10 сағаттан жоғары сағат істедім. Сонда 50 мыңдай күніне таптым. $50,000 теңгемен. Негізі бірінші барған кезде жұмыс өте қызық болады, және де бүкіл уақытың сол жұмыста өтеді. Таңертең жұмысқа барасың, кешке дейін әртүрлі таныстықтар болады, жұмысты үйренесің, потом кешке жақын уже бірге тұрған достарыңмен қыдырсаң болады. Және де ең басты қызық болғаны маған студенческий городок деген сияқты болды. Үлкен көп зданиялар болды, и ол бір городоктың ішінде біз 5000 студенттей тұрған болатынбыз. Сондықтан мен таңертең кетіп, кешкі сағат 10-дарда жұмыстан келсем, уже кешкі
түнде 2-3 сағат біз бірге уақыт өткізетінбіз. Ал қыдыру жағына келсек, мысалы мен майдың соңында және июнь айында толықтай жұмыс жасадым, менің фокусым жұмыста болды. А потом сол июль айында мен Чикагоға, яғни жанымыздағы штатқа барып, уикендтің концертіне барып келген болатынмын. И ол кезде уже мен өзімнің жаңағы жұмыс бастығымнан 3-4 күнге рұқсат алып кеттім. Вот осылай жасап, кішкене жұмыс жасап, басқа штаттарға барып қыдырып кетсеңіздер де болады. Негізі Америкаға келген кезде барлығы ойлайды, что ол жақта барлығы идеально, өте күшті, өмір ғажап деген сияқты. Ал на самом деле барлық жерде өзінің қиыншылықтары болады. Сондықтан менің өзімде осындай опыт болды. Мен бір күнде бүкіл документтерімнен айырылған болатынмын. Яғни менің рюкзагымда барлық документ, паспорт, данные, банковский счет, соның барлығы тұрған болатын. И ертесі күні жұмыстан келсем, уже рюкзагым жоқ. Яғни бізге ұрлыққа түсіп, соны ұрлап кетіпті. Потом менде үлкен паника болды, мен даже жылап, бірақ үйге айтқан жоқпын. Қазірдің өзінде ол бірінші рет айтып отырмын үлкен аудиторияға на самом деле. Потом мен тұрдым, полицияға хабарластым. И былайша айтқанда, Америкада барлық нәрсені көрдім десем болады. И полициямен сөйлестім, жанымда достарым болатын, олар менің үстімнен күліп, мен сөйлесейінші полициямен деген сияқты жағдайларда болды. Яғни олар өмір бойы осылай армандаған екен, Америкада американец полицейскиймен осындай бір тілде сөйлессем деген сияқты. Сондықтан солар достарым маған көмектесті, бірақ соңында Аллаға шүкір мен бүкіл документтерімді өзім таптым. Қазақстанға келгенде, мысалы, кез келген жұмыс орнына, мысалы, сіз кіретін кезде, сіздің профайлыңызға қарайды. Онда сіздің, мысалы, Америкаға барып келді деген менде болды. Сол себептен мен қазір As Consulting компаниясында шетелге оқуға жіберу, сол компанияда істеп жатырмын. Ол жақта ең бастысы, мысалы, кез келген жұмыс орнына кіру үшін жақсы жұмыс орындарға сіздің профайлыңыз өте маңызды. Ол деген ағылшын деңгейі, мысалы, қазіргі уақытта ағылшын деңгейін білетін болсаңыз, сізде өте көптеген мүмкіндіктер ашылады. Work and Travel мен Америкаға барғысы келетін студенттерге ең бастысы айтарым, армандаңыздар, және де алдыңызға мақсат қойыңыздар. Сол мақсатқа қарай дайындалып, если до конца баратын болсаңыздар, сіз бәрібір сол нәтижеге жетесіздер. И және ең басты нәрсе ол ағылшын тілі. Яғни сіз дәл қазір ағылшын тілін бастайтын болсаңыз, уже сіз Америкаға барғанға дейін уже жеңіл болады. И Америкада ағылшын деңгейіңізге байланысты көп елдерді, көп штаттарда бола аласыздар, және де өзіңіздің қалаған суммаңызды, яғни ақшаңызды тауып қайта аласыздар. Барлықтарыңызға рахмет, және де барлық студенттерге, осы аудитория оқырмандарына мен сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Алда Work and Travel программасы арқылы баратын студенттерге сәттілік.